екі айт намазын оқығаны жайлы хабарлар мутауатир дәрежеде, яғни ең үлкен дәрежеде, яғни бұлтартпас анық күйде бізге дәлелдермен жеткен болатын. Олай болатын болса, біз осы хижраның екінші жылынан бері қарай Рамазан айт мейрамын оқып келеміз. Биыл хижраның қай жылы? 1446 жылғы Рамазан айының оразасын ұстадық. Олай болатын болса, 1444 жылдан бері қарай, яғни хижраның екінші жылынан бері қарай 1444 жыл бойы осы Рамазан айт мейрамы оқылып келе жатыр. Айт намазының дұрыс оқылуы ең бірінші жұма намазы сияқты айт намазында азан айтылмайды, қамат айтылмайды. Айт намазына қазір имам барлық жамағатты сапқа тұрғызады. Имам жамағатқа ниет етеді, жамағат имамға ұйыдым деп ниет қылады. Және де айт намазын имам оқыған кезде ең бірінші алғашқы тәкбірді алып, сана дұғасын оқығаннан кейін Аллаху акбар деп Алла тағаланы ұлықтап 3 рет тәкбір айтады. Одан кейін барып фатиха және қосымша сүре оқиды. Ары қарай рукух сәждеге барады. Кейін қайтадан екінші ракағатқа тұрып фатиха сүресі менен қосымша сүрені оқиды. Қосымша сүре оқып болғаннан кейін имам рукуға кетпейді. 3 рет тәкбір айтады. 4-ші тәкбірде барып естиді, рукуға кетеді. Олай болатын болса, бірінші ракағаттағы тәкбір фатихадан алдын айтылады, екінші ракағаттағы тәкбір фатиха сүресінен кейін айтылады. Алла тағала баршамызға айт мейрамын құтты етсін, айт мейрамын мұбарак етсін, айттан айтқа, исламда, қуанышта, аман есен жетуді Алла нәсіп етсін. Бүгін айт, бүгін шаттық, бүгін мереке, осы күні балаларымызды, отбасымызды, ағайын тумаластарымызды әртүрлі сыйлықтар беру арқылы айт мейрамдарымен қуантайық. Алла сізден және баршамыздан разы болсын. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин вальхамдулиллахи раббил аламин. Я Раббым, айтылған уағыз насихат пенен уағыз айтушының өзі әуелі амал қылуды және тыңдаушылардың амал жасауын нәсіп ете көр. Айт мейрамын баршамызға құтты мұбарак ете көр. Амин. Аллаху акбар. Ал жамағат саптарымызды туралап